бүгінгі біздің ұйымдастырылған іс-әрекетіміз өте ерекше болайын. 4 күн тегеден бізге қонақтар келіп отыр екен. Һәм бұл қарап, атыңызға. Амандасып, абаймен өте жақсы керемет. Балалар, қазір көңіл күйіңізді көтеру үшін шаттық шеңберіне тұрайық. Әдемі болып, экранға қараймыз. Қуаныштымын. Балалар сендерге табиғат туралы құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Балалар, табиғат дегеніміз Қандаш, жер ананың үсті неге толған? Қоқысқа толы денесін көтерген жатып ұстанамыз. Енді осында біз қоқыстан тазартуымыз керек. Енді қандаш, қандай қоқыстар жатыр? Қандаш, не болып тұр үстінде? Қағазда, тағы не? Темірлер, тағы не? Шиша, қандай енді балалар маған мынадай сұраққа жауап береді. Көп қағаздарды бір ауыз сөзбен қалай не деп айтамыз? Дұрыс айтасың, макулатура. А темірлер не дейміз? Металлолом. Ал пластик заттар не дейміз? Пластмасс. Одан кейін шиша, иә? Ал енді осы жер ананың қоқыстан тазартуға көмектеріңіз бар? Есімізді қалғын кәсімі сендерді сұрайын. Сонымен бізді қоршап тұрған не болар? Осы табиғатта қаншаға бөлінеді? Қандай болып бөлінеді? Өте тамаша. Табиғат дегеніміз не еді балалар? Bonjour.